Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі уағыз тәуекел ету жайында. Тәуекелдің мағынасы әсиқату биллахи вал иътимаду алейхи фи куллил умур. Бүкіл істерде Алла Тағалаға істерді тапсыру, сүйену, яғни Алла Тағаланың қалауы болады, қалағаны болады. Билла Алла қалаған маша Аллаху кан ва ма лам яша лам якун. Алла Тағала қалаған нәрсе болды, қаламаған нәрсесі болмады. Және ол біздің дініміз бойынша ваджиб амал. Алла Тағала тәуекел ету ваджиб амал. Алла Құран Кәримде айтады: "Фаиза азамта фатаваккал ала Аллах, инналлаха юхиббул мутаваккилин." Және бір іске бел байласан, ол кезде Аллаға тәуекел ет, істің нәтижесін Аллаға тапсыр. Расында Алла Тағала тәуекел ететіндерді жақсы көреді. Тәуекел етушілерді Алла Тағала жақсы көреді. Басқа аятта Алла Субханаху тағала айтады: "Ва алаллахи фальятаваккалил муъминун." Яғни муъминдер, иман келтіргендер Алла Тағалаға тәуекел етсін. Алла Тағалаға сүйенсін. Алладан басқа бір нәрсеге сүйеніп, содан нәтиже болады, содан бір нәрсе болады деп сүйенбесін. Бір Алла Тағала тәуекел етсін. Басқа аятта Алла Тағала айтады: "Ва қала Муса я қауми ин кунтум амантум биллахи фа алейхи таваккалу ин кунтум муслимин." Яғни Муса алейхиссалам айтты: елім, егерде Алла Тағалаға иман келтірсеңдер, онда оған тәуекел етіңдер, егерде мұсылман болсаңдар. Енді хадистерде осы тәуекел ету жайында Абу Хурайрадан радиаллаху сахабадан келеді: "Яқулуллаху Та'ала, ябна Адам, тафарраг ли ибадати амла садрака гинан ва асудду фақрак." Хадис құдсиде Алла Тағала айтады: адам баласы, маған құлшылық ету үшін уақытты бөл, көкірегіңді байлықпен толтырамын, және кедейшіліктен сені қорғаймын. Пақырлықтан, кедейшіліктен сені қорғаймын. Басқа хадисте, Омар радиаллаху анхудан келетін хадисте, осы көбінесе осы хадис келеді, осы тәуекел ету жайында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Лау кунтум татаваккалуна ала Аллахи хаққа таваккулихи ларазақакум кама юрзақут тайр, тағду химасан ва таруху битана." Егерде сендер шынайы түрде Алла Тағала тәуекел етсеңдер, онда сендерге Алла Тағала ризықты береді. Құсқа ризық бергенде, құс таңертең ұясынан аш болып, қарны аш болып ұшады, кешке қарны тоқ болып толтырып қайтып келеді. Алла Тағала ризық береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: "Ман канати дуния хаммаху фаррақаллаху алейхи амра." Кімнің дүние тіршілігі, дүниені мақсат етсе, Алла Тағала оның ісінді шашып тастайды. Шашып тастап, екі көзінің арасында кедейшілікті қадайды. Ваджала фақраху байна айнайхи. Ісін шашып тастап, және екі көз алдына кедейшілікті жазады. Валам я'тихи минад дуния илля ма кутиба ла. Және оған дүниеден мақсат еткен, соны мақсат еткен дүниеден тек қана Алла Тағала жазған нәрсе ғана келеді. Қанша тырысса да, сол бәрі сол Алланың жазған несі ғана келеді дүниеден. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغمة. Ал кім ақирет оның мақсаты болса, ақирет дегенден Алланың разылығы, сауап, ертең ақиретті ойлап отса, жаннатты ойлап отса, Алла Тағала осындай ақиретті қам еткен, мақсат еткен адамның ісін бір етеді, қосып бір етеді, шашпайды, және жүрегіне байлық салады. Дүние оған өзі келеді. Артынан өзі келеді дүние оған. Қанша ол тырыспаса да дүние өзі келеді оған. Өйткені дүние Алла Тағаланың қолында. Алла қалаған адамға береді, қалмағаны бермейді. Бәрі Алланың қолында. Ол адам пенденің қолында емес. Құранда Қарынбайдың адасқаны айтып атқаны: "Иннама утиту аля илм", айтып атқанда, мен біліммен осыған, осы байлыққа қол жеткіздім, өз ақылмен, біліммен жеткіздім. Қателескен екен. Алла Тағала Құранда баяндайды, бұл Алла Тағаланың бергені. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Келесі аяттарда Алла Тағала саған осы берген, дүниеден берген нәрседе ақиретті ізде, және дүние нәсибесін ұмытпа. Тағы да бір хадисте Амр бин Ас радиаллаху анху айтылады. Осы жерде тәуекел деген сөз
қолданады бұл хадисте. Инна ли қалби ибни адама би кулли вадин шу'батан. Адам баласына әр нәрседе қызығушылық бар. Фаман атба қалбау шу'ба куллаха лам юбалиллаху фи айи вадин ахлака. Кімде-кім бүкіл нәрселерге қызығып атса, соған жүрекпен берілсе, бүкіл нәрселерге қызығып дүниеде. Алла тағалаға бәрібір ол адам қай жерде өзінің несін табады. Өзіңді құртады, қай қызыққан нәрседе өзіңді құртады. وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ شُعَبْ. Ал кімде-кім тәуекел етсе Алла тағалаға, онда Алла тағала бұл нәрселерден бәрін оны қорғайды. Сонда әртүрлі дүниеге пенде болған қызығады, әр нәрсеге дүние. Сол нәрседен тәуекел ететінді Алла тағала қорғайды. Сол нәрселердің зияны тимейді. Дүниенің зейнеті деген көп Құранда кездеседі осындай. Дүние зинатул хаяти дүния. Бір сынақтың түрлері, сол дүниенің зейнеті адамды сынайды. Бірнеше түрі бар, сол бір нәрсе ол зинатул хаяти дүния. Бұл тақырыпқа кішкене несі қатысы болғаннан кейін онда дүниенің зейнеті көн ғалымдар Абу Хамид әл-Ғазали сияқты өз кітаптарында келтіреді. Ол кезде айтады, дүниенің зейнетін Алла тағаланың қалауымен жаратқаны бітпейтін нәрсе, таусылмайтын. Бір зейнеттен кейін екінші зейнет шығады, пайда болады. Сол үшін егер адам сол мақсат қылып жатса дүниенің бір зейнетін, ол сол дүниенің зейнетін қуам деп, сол өмір бойы соны қуады екен. Қуады, жүреді, соны қуады. Сосын сонымен фисабили шайтан жолында қайтыс болады. Бүкіл мақсат сол дүниенің зейнеті артынан жүгіру. Бір зейнетті қол жеткізеді, басқасын артынан пайда болады. Соған қол жетем деп әрекет жасайды. Сонымен өмір бойы сол жаңа зейнеттерге сол қол жеткізуге сонымен өмір өтеді. Енді тәуекел еткенде себеп қолдану керек. Алла тағала себепті жаратқан, себепті қолданады, одан кейін Алла тағала тапсырады, тәуекел етеді. Алла тағаланың жазған болады, үміт етеді. Сол себептерді қолдану, бұлар шариғат бойынша енді емделу сияқты. Мысалы, себеп деген емделу. Дәрі қолдану емделу себеп болса, ал шипа бұл емделуден емес, шипа Алладан. Шипа өз ана емделуден, себептен келмейді, ол жай ғана себеп. Шипа Алладан, емделу ол себеп қолдану. Өз-өзімен анау дәрі, ем өз-өзімен пайда шипа бермейді. Шипа беретін Алла тағала. Бұлар жай ғана себеп қана. Сол себептерді қолдану. Және дұрыс ұстанымда мына себеп қолданғанда мына себеп пайда келтіреді, зиян келтіреді, соған сеніп қалмау. Алла қаласа ол себеп пайда келтірмеу мүмкін, зиян да келтірмеу мүмкін. Мысалы ретінде соған мынау нелерді келтіреді Құрандағы аяттар. Ибраһим алейхиссалам жайында. Ибраһим алейхиссалам көп құдайшылар отқа тастағанда, от себеп адамның денесін өртейді. Ибраһим алейхиссалам денесі жану керек себеп бойынша. От өртеу керек еді. Екі себеп жүрмей қалады. Денесі жанбайды, от өртемейді. Себеп Алла қаласа, себепті ешқандай не жұмысын жасамайды. Содан кейін Мария алейхиссалам жайында да аят келтіреді. Мария алейхиссалам Алла тағала айтады: "Ва хуззи би жиз'ин нахлати тусақит алейхи рутабан жания". Және ана құрма ағашты шайқа, Мария алейхиссалам, саған ағаштан құрмалар түседі. Құрма ағаш тас сияқты, қалың тас сияқты. Мария алейхиссалам қол жіңішке жас қыз, ол мүмкін емес соны шайқау. Содан мағынасы жай себеп қолдан. Сен жай жасайсың, бірақ ол ана шайқалу Алланың қолында. Алла қаласа шайқалады, түседі құрмалар. Мысалы келтіреді Алла тағала, соны себепті қарамаңдар, себеп ол оны шайқалу үшін шайқалмайды, бірақ жаса деді, себепті қолдан. Бірақ нәтиже Алла тағаладан болады, иншалла. Осы кішкене қысқаша, осы тәуекелге байланысты басқа хадистер мынандай келеді. Инналлаха юхиббул абдал муъминал мухтариф. Алла тағала осындай кәсіп ететін, жұмыс істейтін муъминді жақсы көреді. Жұмыс жасап, кәсіп етіп, нафақа ақша табам деп сондай муъминді Алла тағала жақсы көреді. Хадисте келеді. Хасаннан келетін хадисте: "Қалу я Расулаллахи, айюл амали ахаббу илаллах?" Қала кәсбул халали ва антамута ва лисанука ратибун мин зикриллах. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллям сұраған кезде, ең амалдардың ең жақсы қандай, ең абзал, Алла тағала ең жақсы көретін істер қандай? Онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап береді: кәсбул халал. Адал кәсіп жасау, адал кәсіп ету. Алла тағала ең жақсы көретін амалдар. Ва антамута ва лисанука ратибун мин зикриллах. Және ажал келгенше, өліп атқан кезде, ажал үстінде болып атқан кезде тілі ылғал болып, Алла тағаланы еске алып, зікірден
тәсбихтерден тілі ылғал болғаны. Әрдайым Аллахтың еске алып жұмыс істейді және Аллахтың зікір етеді, тәсбих айтады. Бәрі тілінде Алла тағала, жүрегінде Алла тағала денемен жұмыс жасайды, кәсіп жасайды. Осыған байланысты хадис келді. Қазіргі заманда бірнеше көп біздің ғалымдар бар. Осы заманауи ғалымдар, солардың біреуі, мысалы, Али Джума, соның бір несінде осы тәуекел жайында айтады екен. Уалит таваккули асарун азиматун фи хуббиллахи ва хубби расули саллаллаху алейхи ва зиядатил иман ва гифрани зунуб. Тәуекел еткенде адам бірнеше көп жақсылықтарға қол жеткізеді. Олар тәуекел еткен адам Алла тағаланы жақсы көреді, пайғамбарды жақсы көреді. Тәуекел еткен адам иманы арттырады, иманы қосылады, иман күшейеді. Тәуекел еткен адам күнәлар кешіріледі, және басқа да мынандай пайдалы нәтижелер болады. Олар нәтижелер қандай? Асарун иджабиятун алал муслим фи хуббил ватан вал мужтама. Ол мұсылман адам, тәуекел ететін мұсылман адам отанын сүйеді. Тәуекел еткен адам қоғамды сүйеді және пайда келтіруді жақсы көреді. Тәуекел ететін адам басқаларға пайда жасауды, келтіруді жақсы көреді. Жүрген жерде пайда келтіруге әрекет жасайды. Ва нафи хайсу халла. فإذا دخل التوكل الصحيح في قلب العبد المؤمن لا يؤذي الناس ولا يحسد الناس ولا يحقد على أحد. Және егер мына шынайы дұрыс тәуекел ету мұсылман адам жүректе пайда болса, ол адам ла юъзи нас, адамдарға зиян жасамайды, адамдарға еш зиян келтірмейді, адамдарға көреалмастық жасамайды, адамдарға өшпенділік жасамайды. Баллан тараху илля мутаавинан махум алал хайри раден бикулли ма яқдихи лаху минал умур. Оны тек қана көресін, жәрдемдесе жақсылыққа әрдайым разы болады. Бүкіл нәрсе Аллахтан жазған, Аллахтың қалауымен жазған нәрсеге разы болып жүреді тәуекел еткен адам. Жақсылыққа жәрдемдесе және разы болып жүреді, риза болып жүреді Алланың жазған істерге, бүкіл әртүрлі істерге Алла тағаланың қалауымен болған. Алла тағала бізді осына тәуекел етушілерден болуды нәсіп етсін. Хадисте келеді: «Әл-тақию мульджамун ла ятакалламу бикулли ма юрид». Бір риваятта келеді, тақуа адам, Құдайдан қорқатын адам сипаты жайында. Құдайдан қорқатын адам ол әрбір қалаған нәрсені сөйлемейді. Құдайдан қорқан адам әрбір ойынан келген бір нәрсе айта салмайды, сөйлемейді екен. Артық сөйлеуге, нақты білмейтін нәрсеге сөйлеуден өзінді тияды. Басқа хадистерде сол жайында келеді: «Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи». Көркем исламның көркем ұстаған белгісі адамның өзіне қатысы жоқ нәрсені тастағаны, өзіне қатысы жоқ нәрсе. Мысал ретінде ғалымдар түсінетін, ғалымдар өздері бас қататын, өздері ғана түсінетін сол нәрсені өзіне сенімді түрде бір нәрсе фатуа айтады. Ғалымдар өздері ол жерде әртүрлі неге айтып жатқанда, ол өзінде сол қорықпай бір нәрсе айта салады, өзінің фатуасын, өзінің үкімін береді, мысал ретінде. Но сөйлеу жайында Ибн Вахб басқа сөз несіне келтіреді. Ибн Вахб деген атақты бұрынғы нелерді сахаба, табиғин имамдарын ғасырларда өмір сүрген улама айтады екен: «Жаалту аля нафси куллама ғтабту инсанан сияма яум фахана алей». Әрбір мен өзімді тәрбиеледім. Бір адамды ғайбаттасам, бір адамды жамандасам, өзімді жазалаймын. Бұл дүниеде жазалаймын өзімді. Бір күн ораза ұстауға өзіне міндет қылам. Бір адамды ғайбаттасам, бір күн ораза ұстауға өзіне міндет етем. Фахана алей, ол маған оңай болып шықты. Фажаалту алейха куллама ғтабту инсанан садақата дирхам. Содан кейін басқа жазаны қолдандым өзіме. Әрбір ғайбат айтқаннан кейін бір адамды ғайбат етсем, өзіне жаза етем, міндет қылам садақа дирхам, бір дирхам садақаны беру. Сол заманда күміс ақша. Динар алтын ақша болды, дирхам күміс ақша. Сол бір дирхам садақа беруге міндет еттім. Фа сақуля алей ва тарактул ғиба. Ол маған қиын болып шықты. Ақшасы енді жетпеді. Әрбір ғайбаттаған адам атынан ақша бере берсе, ақшасы бітеді. Содан тастадым ғайбат, осы жазадан кейін. Өйткені ақшам таусылып қалады. Әрбір ғайбаттаған адам үшін өзіне ақша, содан бір дирхам бере берсем, ол кезде не болады екен.
Ол кезде енді дирхам, сол заманда 100 дирхам болса, бұл байлық болады сол заманда. Қазір ғой басқаша, ол кезде 100 дирхам мысалы үлкен байлық. Сонан қанша адамды ана ғайбаттаса әрбір дирхам бері берсе не болады содан ғайбатты тастадым. Сол себеп болды. Ол осындай ғибрат, қалай ғалымдар өздерінде нәпсілерін тәрбиелеген екен. Ибн Масуд радиаллаху анху жаңа тәуекелге байланысты бар радиаллаху анху айтады: «Ирда бима қасамаллаху лак такун ағунан нас». Ибн Масуд радиаллаху анху сахаба айтады: Алла тағала саған берген дүниеден бөлген нәрсеге риза бол, ең бай адам боласың. Алладан берген нәрсеге риза болсаң, онда ең бай адам боласың. Сенен бай адам болмайды. Разы адам, қанағаты бар адам, ол өзін бай болып сезеді. Қанағат жоқ адам, ол әрден өзін кедей болып сезе береді. Басқа нелерде көп хадистерде айтылды. وَأَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ. Және Алла тағала парыз еткен нәрселерді жаса, орында. Абид, ең қатты құлшылық ететін адам боласың. Мынау неде хадис бойынша бізге қандай мағына бар? Парыз еткен нәрсе. Адам бұндай басқа да хадисте келеді ол кезде. Мына жерде сол мағынасы қайталанады. Парыз еткен нәрсе, Алла тағала парыз еткен амалдар сүннет амалдар болады, мұстахаб амалдар, мандуб амалдар. Соның жерде парыз амалдарды істесең, соны ең діндар адам боласың, ең Алла тағала берілген адам. Осы хадистенде адам бірінші парыздар орындау керек. Парыздарды үйрену керек. Білмесе білу керек недегі парыз. Мыналар біреулер бар, сүннет деп парыздар тастайды. Сүннеттер орындаймын деп парыздарды керек қылмайсы, парыздар құртады. Бұлар не болады? Бұлар тақуа адам болмайды, ондай адам. Парызды орындамағай, сүннетті орындаймын деп парызды тастап жүрген. Немесе бір сүннет жасаймын деп харам жасайды кететіндер бар. Әрткі салу деген харам жасау, әрткі салу. Ол сүннет жасап атырмын дейді, әрткі салу атырсың. Бір жағынан сүннет, бір жағынан харам жасау жатыр. Қателесулер кездеседі адамдар арасында. Мынандай риwayat келеді, ана Баннан аль-Хаммал амара ибн Талун бил маруф фағадиб алей ва амара ан юлқа байна ядай саба фалам улқи иля саба жа'ля сабу яшум ва ла ядурру. Баннан аль-Хаммал бір күні бір патшаға, ибн Талун сұлтанға әмір береді, әмір бил маруф, насихат айтады. Бір жақсылықты бұйырады, насихат айтады. Оған патша ашуланып, оны жазалайды. Жазасы жыртқыш неге арыстандарға лақтырады. Сондай жаза жасайды. Сол кезде арыстан жақындайды, иіскейді, тиіспейді. Ғалымға ешқандай не жасамайды. Жай ғана иіскейді, ол тиіспейді. Ол жыртқыш хайуан басқаларды солай өлтірген ғой бұрын. Но ғалымға тиіспеген. Сонда артынан аман есен содан шыққаннан кейін басқа жолдастар сұрайды ғалымдар, сіз қалай, не болды деге, қалай неге. Сонда Баннан аль-Хаммал айтады, мен сол кезде бір фиқх ойладып жүрдім, ғылым туралы ойладым сол кезде. Сіз сол кезде не ойлағансыз, сізге жақындаған кезде, жыртқыш арыстан. Сонда мен фиқхты ойладым. Мына сілекей, ағып атқан сілекей үкімі қандай арыстанның. Ол мен киіме түсе қалай болады, намаз оқуға бола болмай ма? Қалай болады екен, сол ғылымды ойлап атқанмын сол кезде. Сонда мағынасы мына Алла тағала берілген, Алланың жазғаны болады, Алланың қалауы болады, соны себепке қарап атқан жоқ ешқандай. Соны мысал келтіреді, осы тәуекел еткен ғалым. Және мына ғылымды мен айналысқан тағы бір артықшылығы мына жерде бізге көрсетеді. Хасан аль-Басри атақты сол бұрынғы заман ғалымдар айтады: "Ад-дуния куллуха зулматун илля маджалисил улама". Дүние тіршілігі бұлай бәрі қараңғылық сияқты, тек қана ғалымдардың мәжілістерден басқасы. Ғылым бар жерде ол кезде нұр болады. Ғылым ол тек қана мәселе. Ғалыммен бұлай отырмасан да кітабы бар, ғалым жазған кітап болады. Кітап оқып атсан, ол сен солмен бірге мәжілісте отырсың. Сондай ғылым жүрген жерде нұр болады, соны айтылады екен. Және басқа да неде Сахил ат-Тасаттури айтады: "Ман арада назара иля маджалисил анбия фалянзур иля маджалисил улама". Кімде-кім пайғамбарлардың, елшілердің мәжілістер көргісі келсе, ол адам
ғалымдардың мәжілістерге қарасын. Ғалымдар жүрген жерде қараса, сол кезден хадисте келеді, әлі уляма варасатул анбия, ғалымдар пайғамбарлар мұрагерлері. Сондықтан мынау ислам дұшпандарын, дін дұшпандарын бір әрекеттері көп, ірткі салу, зиян келтірушіне бір әрекет ғалымдарды мен қарапайым мұсылмандар үмметтерді алыстату, ғалымдарды жаман көрсету. Содан кейін адамдар, мұсылмандар ғалымдардан алыс болып, білімнен алыс болады. Өзі неде хадисте келеді, неде Бухарин хадисінде білім қалай жойылады? Білім жойылайтын себеп, білім ол ғалымдармен жаңа жоқ болып кетеді. Кітап болады, кітап қала береді, бірақ ғалымдар жоқ болып кетеді. Анау кітапты түсіндіретін адам болмай қалады. Кітаптар бола береді, бірақ анау кітапты айтатын, түсіндіретін адамдар болмайды. Беймаутил улама. Сондықтан осы нәрселерді әртүрлі нелерді біліммен білсек, біз анау көп нәрседен сақтануға болады, әртүрлі жамандықтардан. Ашас бин Абдилла осы Хасан аль-Басриді сипаттайды. Біз Хасан аль-Басриға үйге кірсек, үйден шыққаннан кейін дүниеге мән бермей қаламыз. Хасанмен отырамыз, Хасан үйінен шығамыз, Басридан дүниеге мән бермей қаламыз. Дүние жүрегімізден кетіп қалады дүние. Сонша Хасан Басридің әңгімесі, айтып отқан шариғат бәрі сол дүниені бізге әсер етеді, біз ақиретті ғана ойлап қаламыз, дүниені ұмытып кетеміз. Сондай сипатын береді Хасан аль-Басриде. Жаа ражулун кааннама кана фил ахирати фахуа амма раа ва аян. Хасанды көргенде радиаллаху біз Хасан Басриді біз бір ақиреттен келген адам сияқты көреміз. Ақиретті көріп келген адам сияқты. Барып ақиретті көріп келген адам сияқты сондай бізге көрінеді Хасан аль-Басри. Енді аяғында білім алу жайында Абу Муса аль-Ашари сахаба радиаллаху анху бір күні Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху келеді. Құфтан намаздан кейін Омар ибн Хаттабқа келеді. Фақала лаху Омар ма жаа бик. Омар оған айтады, не үшін келгенсіз? Қала житу атахаддасу илейк. Сізбен сөйлесуге, сұхбаттасуға келдім. Қала хади саата қала иннаху фиқх. Осы түнде ме, осы құфтаннан кейін түнде келіп жатсыз ба, не болып қалды? Сонда ол иннаху фиқх, ол фиқх үшін келдім. Жаңа дінді түсіну. Фиқх деген жай бұл Құранда көп жерде кездеседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеді. Алла Тағала кімге жақсылықты қаласа, оған фиқх береді. Фиқх нәсіп етеді. Фиқх деді дінді түсіну. Түсініп береді, дінді түсінетіндей. Сондай не береді. Сол фиқхпен, ғылым үшін келдім. Сондай, сол туралы сөйлесуге. Фаджаласа Умар тауилан фатахаддата сумма инна Аба Муса қала ассала я амир ал-муминин. Ұзақ отырады. Құфтаннан келіп, түнде ұзақ отырады. Екеу көп сөйлеседі, фиқх жанды ғылым жайында. Содан кейін бір кезде Абу Муса айтады, радиаллаху, мұъминдер әміршісі намаз оқиық. Хазірет Омар радиаллаху жауап береді, инна фи сала. Расында біз намаздамыз. Біздің тірлігіміз жасап атқан біліммен отырған, біз намазда отырмыз. Нәрсе де намаз. Намаздан кем емес. Намаз сияқты сауап алып отырмыз, білімде отырғанымыз. Омар радиаллаху солай жауап береді екен. Тағы да бір риуаятта келеді, Абу Сувар неде сон білім мәжілісте, ғылым мәжілісте отырған кезде, бір жас бала бір уақытта айтады, енді субханалла, альхамдулилля айтыңдар, тәсбих айтыңдар. Енді білімді айтып атсыңдар, тыңдап атсыңдар, соны оқып атсыңдар, енді тәсбих айтыңдар, субханалла, альхамдулилля. Сол кезде Абу Сувар ғұлама соған көңілге ренжіп, соған ашуланады, айтты, сен өкінішті, сен не деватсың? Вайхака, фи айи шайин кунна идан. Сен бізді не істеп жатыр деп ойлап отырсың. Білімді, ғылыммен отырғанымыз не істеп жатыр деп ойлап отырсың. Біз сол тәсбих айтып отырмыз. Тәсбих сияқты біз содай нелерді зікір жасап, тәсбих болып жатыр біздің амалдарымыз. Осындай ғылым жайында Уахб бин Мунабба айтады. Мүмкін бір адам осындай ғылым жүрген жерде бір сөзді естіп алады. Сонымен бір жыл пайда көреді. Сонымен бір жыл пайдаланады сол сөзбен. Немесе ажал келгенше бүкіл қалған өмірінде содан пайда көреді. Мысалы, бір жерде отырған жерде отырасың, бір кітапты оқып, сол бір
керемет бір нәрсе есіне қалып қояды. Соны әрдайым есіне түседі. Бір нәрсе болса, соны есіне түседі, соған амал жасап жүреді адам. Соны айтады, бір сөз қанша уақыт пайдалануға сонымен болады. Ибн Масуд радиаллаху анхудан келетін хадисте қала ад-дирасату ас-сала, дирасату сала. Білім іздеу, намаз оқыған, намаз оқу, намаз ету. Білім іздегеніміз ол да намаз оқығандай құлшылық. Намаз ас-салату аймаду дин, намаз діннің тірегі, намаздан кем емес деген білім іздеу, сондай үлкен сауап. Бұл жайында да көп тағы да нелер шариғаттар келе береді. Соны иншалла тағала біздің бүгінгі уағызымызды қабыл етсін. Аллахумма джална миналлазина ястамилул қауля фаяттабиуна ахсана улайка аллазина хадахумуллаху улайка хумул альбаб. Аллахумма аринал хаққа хаққан варзуқна иттибаъаху варинал батила батилан варзуқна иджтинабаху. Аллахумма джал джам'ана хаза мархуман ва тафарруқана ба'даху мa'сума ва ла тада' фина ахадан шақиян ва ла махрума. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.